аквапарктегі аттракционға ұшып еді. Соң арқасы жара болып больницаға барумен аяқталды. Әлемдегі ең қауіпті аттракцион қайсы деп ойлайсыздар? Мүмкін ойларыңызға сразу американский горки келген шығар, иә? А вот и нет. Аквапарктегі аттракциондар одан да қауіпті, әрі адам өлімдері де жиі болып тұрады. Статистика бойынша жылына 4000-нан көп адам аквапарктегі аттракционнан қайтыс болады екен. Олардың барлығында тек бір ой болды: көңілді уақыт өткіземін деген. Қаншама аквапарктер, тіпті Гиннес рекордтар кітабына кіргендері де адам қайтыс болған соң жабылып кетті. Қаншамасы ақшамен адамдардың аузын жауып қойып, ары қарай жұмыстарын жалғастыра берді. Менің экшн парк жайлы роликім сіздерге қатты ұнады. Неге ары қарай жалғастырмасқа? Сәлем, сіздермен Диана Кю. Күн жылығанда сіздерді кішкене қорқытайын дедім. Купальник киіп дайын отырыңыздар, именно аквапарктердің сұмдықтарына саяхаттап келеміз. 2016 жыл Канзас-Сити қаласындағы әлемдегі ең биік аквапарктегі аттракцион. Тіпті Гиннес рекордтар кітабына да енген. Бірақ Канзас-Сити қаласында кішкентай жігіт сулы аттракционнан ұшамын деп басы жұлынып кетті. Бұл горканы 2014 жылы Джефф Генри атты бизнесмен ойлап тапқан. Биіктігі 52 метрді құраған. Төбеден түсетін жылдамдықты енді айта алмаймын. Жай ғана мына видеоларға қарай беріңіздер. Сонша қауіпті болса да, қаншама адамдар жарақаттанып жатса да, аттракцион өте атақты болды. Адамдар сағаттап кезекте тұруға да дайын тұрды. 2016 жылы август айында биліктің адамдары, яғни депутат деген сияқтылар аквапаркке демалуға келеді. Солардың бірі Калеб атты 13 жасар баласымен бірге келеді. Баланың өзі осы горкадан ұшуды қатты армандаған екен. Папасынан әрең рұқсат сұрап, ақыры аттракционға ұшуға барады. Мына жасыл кеме сияқты да 3 адам отырады. Калеб болса ең алдына отырып алған. Ұшарда барлығына қауіпсіздік үшін ремен тағып береді, бірақ неге екені белгісіз, именно Калебтің ремені шешіліп кетеді. Кеме дәл осылай ұшып, Калеб кемеден шығып кетіп, басы аттракционның теміріне тиіп, жұлынып кетеді. Өсектерге сенсек, тек басы ғана емес, басқа дене мүшелері де ажырап кеткен деседі. Ал кемедегі қалған 2 адамға ештеңе де болмай пәске қарай түседі. Ажалың келсе ештеңе де көмектеспейді деген осы ғой. Бұл жағдайдан соң вроде бүкіл аквапаркты жапқан сияқты еді, бірақ бар жоғы 3-ақ күн өткен соң дым болмағандай қайттан ашылып жұмыс істей берді.